боз кілемге шақырылуда. Айбек Нұғымаров бойы 1.89, салмағы 134 келі. 1987 жылы туылған, спорттағы атағы. Қазақ күресінен халықаралық дәрежедегі спорт шебері. 2013 жылғы әлем чемпионы, бапкері Серік Қоржыкенов. Бүркеншік есімі Шығыс барысы. Шығыс барысына қарсылас атанатын Қарағанды облысының өкілі Көкбөрі Керней. Ержан Шымкеев бойы 1.82, салмағы 122 келі. Туған жылы 1985. Дзюдодан халықаралық дәрежедегі спорт шебері, Қазақстан ұлттық құрамасының белді мүшесі. 2013 жылғы жақында ғана өткен Азия біріншілігінің қола жүлдегері бапкерлері Талғат Байшолақов пен Диханбай Бейткөзов. Елімізге еңбек сіңірген жаттықтырушылар. Сонымен қос балуанның да шама шарқы, бойы, салмағы шамалас, сәл ғана Айбек Нұғымаровтың басымдығы бар. Дегенмен боз кілемде ол соншалықты байқала қоймас. Кім мықты? Нағыз атанжілікті, құрыш білекті балуанды анықтаймыз. Ендеше, құрметті көрермендер, барлығымыз қазірден бастап өз балуанымызға көмекке қол созу мүмкіндіктеріңіз бар. Яғни әрине іштей. Сонымен қос балуанның қайсысы мықты анықтаймыз. 5 минут уақыт. Ол аралықта жеңімпаз анықталмаса, қосымша уақытқа жүгінетініміз тағы бар. Ендеше екі балуанға да сәттілік тілейік. Сонымен биылғы 2013 жылдың барысы анықталмақ ағайын. Ең соңғы бүгінгі репортажымыз басталғалы бері түскі сағат 1-ден бергі қорытынды шығаратын кез келді. Содан бергі басты айқас осында. Абылайдың астында шаппағанда қайда шабасың деген екен атам қазақ. Шында да Қазақстанның барысында, ақтықсында, Сарыарқаның төрінде көсілмегенде еркін көсіліп, арқаны кеңге салып, бүкіл өнеріңді көрсетпеске не амал? Шында да керемет айқас болғалы тұр ағайын. Расында да Ермұхамед дұрыс айтып отыр. Бүгін өте бір дүбірлі дода. Санаулы күндердің көптеген тердің өтеуі қазір анықталады. Сәл уақыттан кейін оны біз сіздермен бірге куә боламыз. Нағыз балуанды 2013 жылғы Қазақстан барысы осы екі балуанның арасында өтеді. Олай болса көрейік, әліптің артын бағайық. Ержан мықты ма? Жоқ, Айбек мықты ма? Қос балуанның да жүріп өткен жолдар жеңіл болған жоқ. Мәселен, Айбек алғашқы кезеңде Павлодарлыққа Дархан Жоламановтан басым түссе, екінші кезеңде Сұңғат Закирянов Атырау облысының балуанын жауырын жер ескеткен болатын. Ал ширек финалдық белдесуде Алматы облысының өкілі Айдос Қаңлыбаевтан басым түсті. Ал дәл қазір Шынкеевтің әдіс жасаған тәсілі есепке алынған жоқ. Я, дәл солай. Белдесу кілем ортасынан қайта жалғасын табады. Ал жартылай финалда Айбек өздеріңіз көрдіңіздер. Осы турнирдің ең салмақты балуаны тура мағынасында Жұманазар Ержановтан басым түскен болатын. Ал қарағандылық Шынкеев Ержанның турнирдегі осы жарыс барысындағы жолына бір көз жүгіртейік. Ол 8-ші нөмірімен қазір ескерту берілді Ержанға, және бір бүгіпайы Айбектің еншісінде. Бүгіпаймен Айбек алда келе жатыр қазір. Мінекей содан кейін Ержан Шынкеев Жігер Сәкенұлын жеңді. Алматы облысының содан кейін Сейділдаев Ғаниді жеңген болатын. Екінші айналымда, үшінші айналымда өздеріңіз білесіздер Ұлан Рысқұлды жеңді. Ал одан кейін Бейбіт Ысыбаевты жеңген болатын. Қабат деген ай. Ешқандай ұпай бермеді бұл жерде. Ал шында да Бейбіт Ысыбаевпен болған жартылай финалдық ойынды өздеріңіз көрдіңіздер. Енді шында да Ержан Шынкеевке бір мүмкіндік туып тұрған секілді финалға. Қазақстан барысының есімі белгілі болады. Бұл екі балуанда бұған дейін финалда өнер көрсетпеген. Ержан Шынкеев жүлдеге сынық сүйем жетпес.
бәрекелді. Бәрекелді. Бұл мұндай жеңісті дәстүр жалпы Қазақстан барысында дәстүрге айналғандай бұндай жеңіс. Мәселен, Міне қараңызшы. 2011 жылы Қуаныштысы. чемпион атанды. Ол кезде Бейбіт Ыстыбаев екінші орын алған болатын. Келесі жылы Бейбіт Ыстыбаев нәтижесін жаңартты. Ол кезде Айбек 4-ші орынға тұрақтаған болатын. Алғашқы жарыста. Ал былтыр қола жүлдегер биыл мінекей Қазақстан барысы. Айбек жеңісі құтты болсын. Бүкіл Шығыс Қазақстан облысының жанкүйерлерін құттықтаймыз. Тіпті бүкіл қазақ елін құттықтаймыз. Әрине Алаштың Айбар Насырдың бүгін шында да нағыз балуанға сай екен өнеріңді ел алдында бүкіл мұсылман елдері, яғни әлем алдында дәлелдедім деп есептейік. Тамаша жеңіс. Айбек Нұғымаров, Шығыс Қазақстан облысы биыл барысы, Қазақстан барысының жеңімпазы атанып отыр. Сонымен бізде 3-1-дей 3-ші рет өтіп отқан жарыстың жеңімпазы анықталды. Яғни бірінші жеңімпаз ол Қызылорда облысына кетсе, екінші жеңімпаз Жамбыл облысына кеткен болатын. Ал енді 3-ші атау Шығыс Қазақстан облысы Айбек Нұғымаров деп алтын тағаға жазылатын болады. Тайтұяққа мінекей жеңістің қалай келгендігі тура осы сәт бір жыл бойы сіздердің назарларыңызда қайта-қайта айналатын болады. Түрлі баспасөз құралдарының алдында. Және тура осы сәт Айбек Нұғымаровты Қазақстан барысы турнирінің жеңімпазы етті. Және бұл жерде Ержанның қандай тәсілге жүгінгенін аңғару, бағамдау қиын әрине. Сонымен құрметті көрермендер, Айбек Нұғымаров 2013 жылға Қазақстан барысы. Ал қазір үзіліс.